Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге кәріс салатын жасап көруді ұсынамын. Салатқа қажетті заттарды ең алдымен дайындап қоямыз. Сәбізді, қызылшаны үкіштен өткізіп аламыз. Осы салатты міндетті түрде жасаңыздар, өйткені осы салат асқазан ішек жолдарының жұмысын жасауына өте керемет үлесін қосады. Мінекей үкіштен өткізіп алдық. Осыған жарты шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық 9% сірке суын, соя соусын құямын. Құрметті мен көрермендерім, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені алға жетелейді және қазақ контентінің дамуына зор үлесін қосады. Енді бізге жарты шай қасық кориандр, қара бұрыш, қызыл ащы бұрыш, сарымсақтың 3 тістесін және дәмдеуіштерді бір жерге осылай жиып алып, осылардың үстінен қызып тұрған сұйық майды құямын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Жасалуы оңай, дәруменге толы, ағзаға пайдасы зор салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған әйгерім. Назарларыңызға көптен көп рахмет.